Кәсібімді 2010 жылдан бастап жасап жатырмын. Бастапқыда ученик болып бастап, одан кейін жайменделеп дамытып, 2017 жылдан бастап өзімнің шеберханамды ашып, қосымша материалдар алып, арнайы керекті заттарды алып, реставрациямен, қалпына келтірумен айналыса бастадым. Аяқ киім тігу үшін осындай қалыптар керек. Ондай қалыптар әртүрлі размерде, әртүрлі формада, әр аяқ киімге әртүрлі қалып, өзіне арнайы етіктікі бөлек, туфлитікі бөлек, тапочкілердікі бөлек. Сол қалыпты алдымен қалыпқа суретін салып алып, жасайтын аяқ киімнің. Одан кейін шаблонға түсіреміз, осындай. Одан кейін шаблонды осындай теріге түсіреміз, көшіреміз. Эскиздерін кесіп аламыз. Одан кейін оны арнайы машинкада жинаймыз. Жоғарғы жағын қалыпқа формасын келтіріп, одан кейін табан жағымен айналысамыз. Табанын жасап, примерно осындай аяқ киім болып шығады. Бүгінгі күнде өзіміздің қолдан жасап жатқан өнімімізді тапсырыспен тігіп бере аламыз. Осындай материалдармен таза былғары қолдан жасалынған өнім. Тек қана ерлерге ғана емес, әйелдерге де, балаларға да барлығына тігеміз тапсырыс бойынша. Келген тұтынушы әртүрлі өзі қалаған материалын таңдап, сол материалдармен өнімді бізге тапсырыс жасай алады. Әлеуметтік желіде парақшамыз тіркелген. Сол парақшамыз арқылы клиенттер келіп жатыр, тұрақты тұтынушылар. Бұрыннан келе жатқан тұтынушыларымыз бар, жаңадан қосылып жатқан тұтынушыларымыз бар.